Чотам болашақ түлектер, қаңтар ұбытысына 2 ай ғана уақыт қалды. Мына видеода мен сендермен қаңтар ұбытысында шамамен 90% келетін 3 сұрақпен бөлісіп кетейін. Бірінші сұрағымыз: 1954 жылы басшылықтан кеткен бас хатшы дейді. Қонаев, Пономаренко, Шаяхметов, Николай Беляев. Бұл жерде дұрыс жауап 54 жылы тың игеру саясатымен келіспегені үшін Шаяхметовты билік басынан алып тастайды. Шаяхметовтың басшылық еткен жылдары 1946 және де 54 жылдардың аралығы. Келесі сұрағымыз: хандарды хронологиялық реттілікпен орналастырыңдар дейді. Бұл жерде бізде 3 хан берілген: Қасым, Хақназар және де Тәуекел, және де олардың билік құрған жылдары. Сонымен Қасым ханның билік құрған жылдары бізде 1511 мен 18. Хақназар ханның билік еткен жылдары 1538 бен 80, жалпы қазақ тарихындағы ең ұзақ билік құрған хан. Және де Тәуекел ханның билік еткен жылдары 1582 мен 1598. Және үшінші сұрағымыз: қазақ халқының этногенезіне ең алғаш әсер еткен тайпа дейді. Мына жерде оқушылардың көпшілігі түркілер деп шатасуы мүмкін. Түркілер, біз енді жалпы түркі тілдес халықпыз, бірақ қараңдар, мына жерде ең алғаш әсер еткен тайпа деп тұр. Яғни түркілерден де бұрын кімдер болды дейді. Қазақ халқының басқа да түркі тілдес халықтардың арғы тегі ол әрине ғұндар болады. Сонда дұрыс жауап ғұн. Бұл видео пайдалы болса, достарыңа жібер, және де маған тіркелуді ұмытпа.